Мен бүгінгі сіздерге түсіндіргелі тұрған тақырыбым ол ақида пәні. Мынау апаларымызға ләжі барынша жеңілдетіп, сіздерге бір жеңіл түрде түсіндіріп айтайын. Ақида пәні, бұл ақида пәнінде ең бірінші Аллах тағаланың 14 сипатының ең әуелгісі әл-вуджуд, бар болу сипаты. Бар болу сипаты. Мына союздың кезінде білесіздер, Құдай тағала жоқ, ол дін апин, дінді ұстанып қалған адам үйтіп кетеді, дінді бүйтіп кетеді. Енді қараңыз, Құраннан дәлел келтірмей-ақ қойық, хадисінен дәлел келтірмей-ақ қойық, Алла тағаланың бар екендігіне. Ақылмен дәлел келтірейік. Мысалы, қоғамда ұрлық істеген адамның жазасы не болу керек? Сотталу керек. Адамды өлтірсе, ол да сотталу керек. Мысалы, мемлекеттің өзін тыйып қойған нәрселерін, мысалы үшін, парақор бола ма дейді, парақор болатын болса, ол сотталу керек. Өзі адамның заңдылығында қылмыс деген адам сотталу керек. Ал енді Құдай тағала жоқ болатын болса, сонда осы дүниеде не бір зұлымдық қылып жүрген адамдар, сонда мына дүниеден өтіп кететін болса, онда ол әділетсіздік қой, ол жаза көрген жоқ қой. Дұрыс па? Мына дүниеден оп-оңай біреуді қанады, біреуді зорлады, біреуді өлтірді, үйтті, бүйтті, ешқандай сотталған жоқ. Мына дүниеден өтіп кететін болса, онда мына дүние әділетсіз деген сұрақ туындайды. Мынау жазасын алу керек қой. Бірақ біздің сенімізде не? Құдай бар деген әңгіме, Құдай тапсын дейміз. Құдайдың алдына бәріміз барамыз дейміз, қараңыз. Адамның ақылының өзі Құдай тағаланың бар екендігін мойындайды. Имам Матруди мынандай әдемі сөзді айтады: Аллах тағала әрбір пендесіне жүрегіне илахи дәнді егіп қойған дейді. Илахи дәнді. Яғни Құдай тағаланың бар екендігін барлық пенде мойындайды. Орысша сөз бар, құлаушы самолетте атеистер болмайды дейді. Ол бәрі табынатынына табынады. Қараңыз. Енді қараңыз, орманда жүретін авагариндер деп атаймыз ба, жабай апокалипсис дейтін киноны көріп пеңіздер, жапырақ байлап алып жүретіндер бар ғой. Егер де Құдай тағала жоқ болатын болса, солар бірдемеге табынбас еді да, қараңыз. Олар бір мықты деген нәрсені, акуланың тісі болсын, бір арқардың мүйізі болсын, сондай нәрселерін денелеріне байлап ала береді. Неге? Ол Құдай тағала оларға пайғамбар келген жоқ. Бірдеме теуіп тұр да, сенің Құдайың бар, сенің жаратушың бар деп бірдеме теуіп тұр. Бірақ оларға тура жолды көрсететін пайғамбар келген жоқ. Сондықтан олар құдіретті деген заттардың барлығын Құдай деп табынып кетті, қараңыз. Түсініңіз ба? Осы адамның табиғатының өзі Құдай тағаланың бар екендігіне мойындатады. Ақылмен бұл дәлел. Екінші, әрбір заттың өзінің жасаушысы бар. Әрбір заттың өзінің жасаушысы бар. Мына нелер, философтар не дейді? Атеистер, мына әлем қалай жаратылды, әр нәрсенің өзінің бастаушы бар. Мысалы, мына орындықты, мына темірін біреу істеді, мына жасылменен біреу бояды, қара краскамен біреу, 3-4 адамның жиынтығынан шыққан нәрсе. Мына сіз емес, менің өзім кішкентай балам айтсам, мына өзінен өзі пайда болып қалды, балам десем, балам күлуі мүмкін, әке не болды, соншама ақымақ болды деп айтуы мүмкін. Сол сияқты 18.000 ғалам, жердің 4-тен 1 бөлігі құрлық, 3 бөлігі мұхит, оны ауамен қаптаған, аспанда миллиардтаған жұлдыздар бар, 7 қабат аспан. Осының бір жасаушысы бар ғой. Осы механизмді біреу айналдырып тұр ғой, қараңыз. Осы механизмді біреу басқарып тұр ғой. Кім сонда ол? Мысал үшін, жер бетінде адамдар машина айдайды. Жер бетінде 7 миллиард халықтың 1 миллиарды машина айдайды дейді. Жарайды, оны 1 миллиардын да айтпай-ақ қояйық. Бір Алматының өзінде 1 миллион машина бар делік. 500 мың машина бар делік. Бірақ сол адамзаттарға ережені енгізіп қойды, оны оқыды, оны шоқыды, праваны алу үшін оқыды, тапсырды. Бірақ соның өзінде машиналар соғысып жатады күніне. Күніне адамдар өліп жатады. Неге? Адамның өзі мына өзінің қолындағы нәрсесін басқара алмай жатыр, қараңыз. Ақылы бар адамның өзі. Сонда миллиардтаған жер бетінде песоктың түйірі қанша, аспандағы жұлдыздың саны содан көп екен. Адамның жасаған нәрсесі бір-бірінен қателесіп жатыр. Бірақ Құдай тағаланың жасап қойған нәрсесі жұлдыздар соғысып кетіп жатқан жоқ, қараңыз. Құдай тағаланың жасап қойған заттары өзінің механизміменен айналып жатыр. Медеуге тұрып, осы гостиницадағы бүкіл қажыларға бірдей нан таратып шық десем, медеу кейбіреуіне тарқата алмауы мүмкін. Біреулер ренжуі мүмкін. Біреу соңынан әңгіме айтып кетуі мүмкін. Ол өйткені медеу, қараңыз, осы гостиницаның өзін қамти алмай жатыр. Бірақ бүкіл әлем, 7 қабат аспан, механизм, көктен жаңбырды түсіреді, жерді жандандырады, ырзық береді. Осы нәрселердің барлығы өзінің үйлесімін тауып жатыр.
Арқарды сен асырап жатсың ба? Асырап жатқан жоқсың. Киікті сен асырап жатсың ба? Асырап жатқан жоқсың. Қасқырды сен асырап, аю, тышқан, құмырсқаларды сен асырап жатсың ба? Аштан өліп қалыпты деген балық жоқ. Аштан өліп қалыпты деген қасқыр жоқ. Аштан өліп қалыпты деген киік жоқ. Бірақ адамның қолындағы нәрселер аштан өліп қалуы мүмкін, қараңыз. Демек, осы нәрселердің барлығының жиынтығы айналып келгенде Құдай тағаланың бар екендігіне дәлел етеді. Қараңыз. Мына сотка өзінен өзі пайда болып қалсын, бала да сенбейді ол. Сонда 18 мың ғалам бүкіл әлемдің қосындысын осы жүйені басқарып тұрған бір зат бар. Талғат Мұсабаев деген не болды? Екінші ұшқыш ұшты ғой, ғарышқа ұшты ғой. Соның жаңағы ғарышқа барып келген кезінде жаңағы мешітке барып дейді, сөйтіп интервью алып жатыр дейді. Неге мешітке келе қалдыңыз деп. Сонда ол кісінің айтқаны, мен ана ғарышқа барған кезде жаңағы космос корабльді жалғап тұратын нелер болады ғой. Содан ауа жоқ жерде адамдар қалқып жүреді, білесіздер. Содан ажырап кеткен ғой жаңа. Сөйтсін енді бірнеше метр алшақтап кеткен. Бітті енді өзі жанымыз алқымызға келген кезде ғана Құдайды танимыз ғой жаңа. Сол кезде Құдай мені құтқар деген да. Сонда бір күш ұрғанда бұны сөйтіп корабльдің ішіне кіріп кеткен ғой жаңа барып. Сонымен тәубама келдім дейді, жерге қарай келе жатырмын дейді. Әшейінде жердің бетінде жүрген кезде мынау менің жерім, анау ананікі, мынау мынанікі, мысалы үшін қырылысып жатыр, бір-бірімен соғысып жатыр. Сонда жердің төбесінен қараған кезде сағат сияқты көрінді дейді. Мына жер кімдікі деп айттым дейді да. Ауаменен қаптап қойған, оның бетінде қаншама рызық келіп жатыр, қаншама мұнай бар, қаншама ел бар. Менің жерімде бір-бірімен қырылысады сол жердің үстінде адамдар. Бірақ осы жердің иесі бар ғой деп айттым дейді. Абай атамыздың айтқан сөзі ғой, менің көзім, менің қолым деп айтасың, менікі деп жатқан зат кімдікі дейді. Ол Алланікі. Менікі деп жатқан заттың барлығы Алланікі. Сонда ананы көрген кезде Құдай тағаланың құдіреті есіне түсіп, тәубасына келген ғой жаңа кісі, қараңыз. Сол сияқты мына жүйені Құран-ы Кәрімде қандай да бір аяттарды алып келсең де, Аллах тағала айтады, Алланың жаратқан нәрсесіне қарамайсыңдар ма, анаған қарамайсыңдар ма, мынаған қарамайсыңдар ма. Құран-ы Кәрімде Аллах тағала адамның жаратылысы жайында былай деп айтады, мудға дейді, бір кесек етке айналдырдық дейді. Ананың құрсағында адам баласын бір кесек етке айналдырдық дейді. Одан кейін айтады, фахалақнал мудғата айзаман факасаунал айзамал ахман. Сол бір кесек етті сүйекке айналдырдық та, оның сыртын етпенен қаптадық дейді. Қараңыз. Енді ананың ішінде жатқан кезде бала, қараңыз, 4 нәрседе тағдыр жазылады, білесіздер. Амалы, бақытты, бақытсыз болатындығы, рызығы, қанша уақыт өмір сүретіндігі, сол 4 нәрседе амалы жазылады дейді адам баласының. Сол кезде ананың құрсағында жатқан кезде бала 1 айында қозғала береді. 1 айында, 2 айында қозғала береді. Бірақ 4 айында жан беріледі. Неге қозғалып жатыр десе, оның бойында тіршілік бар, оның бойында жан жоқ. Талда тіршілік бар, өсімдікте тіршілік бар, бірақ жан жоқ. Адамда тіршілік те бар, жан да бар, қараңыз. Сонда ананың құрсағында 4 ай болған кезде Құдай тағала оған рух үрлеп, оған жан берген кезде, сол кезде барып оның кеудесіне жан пайда болады. Осылай айтып жатсам, бір намаз оқымайтын, бір матарист бір ағамыз айтады да, қараңызда, әркімнің өзі уағызда сол өзінің істеп жүрген нәрсесінен бастау керек қой негізінде. Матарист ағамыз механик өзі. Сол айтып, Нұреке, мен бір Құдайдың бір құдіретіне таңғаламын. Неге десең? Енді әр нәрсенің бір имплюсі болу керек қой дейді. Машинаны оталдыратын кезде кілтті бұрап жүрген кезде адам бұраған екен, ол оталады дейді. Тіпті пультпенен де оталдыратын болса, пультті біреу басу керек қой дейді. Сол сияқты сәби ананың жүрегінде жатқан кезде сәбидің жүрегі әлі соққан жоқ. Ана импульсті кім беріп жібереді дейді да. Дық етіп жүрегі оталды, одан кейін өмір бойы соғып тұрды. Сол импульсті кім береді? Мен сол Құдайдың құдіретіне таңғаламын. Өзі намаз оқымайды, ағамыз айтады. Бірақ ақыл жүгірткен кезде адам баласы өзі Құдайын табады. Егер Құдай тағала оның жүрегіне бір иман салған болатын болса, қараңыз. Сол импульсті кім беріп жатыр дейді. Құдай беріп жатыр ол импульсті. Бастады, рухты берді, ертең рухын алғанға дейін сол Құдай тағаланың қалауыменен ол нәрсе соғып тұрады, қараңыз. Енді қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мына дүние Алланың құзырында шыбынның қанаты құрылым қадірі жоқ дейді. Яғни бағасы жоқ дейді. Егер де шыбынның қанаты құрылым қадірі бағасы болған кезде Құдай тағала бұл дүниеде кәпірлерге ешқандай рызық бермейтін еді дейді. Қараңыз, кәпірлерге рызық бермейтін еді дейді. Енді анау Нұрсила деген атеист бар ғой. Оны кім жақсылап айтады, Серікжан Біләш деген айтады.
тілің ішіне төбеңе бүйтіп төніп келіп қарап тұрсаң шайтан екен деп қорқып кетесің дейді жаңағы. Адамның шайтаны болып жүрген адам бар, сол Нұрсила деген. Мына Құдай бар болатын болса дейді, ана мұсылман мемлекеттерінде адамдар қиыншылық көріп жатыр, қырылып жатыр. Неге соған Құдай жәрдем бермейді дейді. Мен айтып жатырмын, бұл сынақ әлемі. Бұл біріншіден. Екіншіден, егер де Құдай тағала өзіне иман келтірген пенделеріне тікелей жәрдемін беріп, аналардан үстем қылып отыратын болса, жер бетінде кәпір қалмайтын еді. Түсіңіз ба? Өйткені Құдай тағаланың тікелей құдіретін көріп тұр ол. Түсіңіз ба? Жер бетіне ешқан сынақ әлем болмай қалатын еді. Пайғамбар саллаллаху хадисі де бар ғой жаңағы. Сендер егер де бір-бірлеріңді көнбегендеріңді қолдарыңмен дейді. Онда мен қабірдің сұрағы мен қабірдің азабын сендерге естіртетін едім деген Пайғамбар саллаллаху айтқан. Сол үшін біз ана қабірге барғанымызда күліп жүріп жерлейтінбіз бір-бірімізді. Егер де қабірдің азабы, қабірдің сұрағын бізге естіртіп қойған кезде, біз мына жерде жүрмейтін едік, маңдайымыз сәждеден алмай, бала-шаға да әдіра кетсін деп жататын едік. Мүмкін үйленбейтін демек, кім біледі, қараңыз. Сондықтан Құдай тағала бұл әлемге сынақ әлеміне жіберді ма, зұлымдық қылып жүргендерге Құдай тағаланың алдында сот күтіп тұр. Бағанағы ақылмен ойлап қараған сот секілді. Әрбір істеген күнәсінің анау мына дүниеде ала алмаса да, ана ақыретте оны күтіп тұр. Бәлки мына дүние жалған, аз ғана берілген дүние. Қараңыз. Сондықтан да айтайын деген не нәрсе? Бағана пайғамбардың хадисіне қайтып келейік. Мына дүние Алланың құзырында шыбынның қанаты құрылым, қадірі жоқ. Егер де қадірі болған кезде кәпірлерге Құдай тағала ешқандай рызық бермейтін еді дейді. Қадірі болмағаннан кейін кәпірлер бәлки мұсылмандардан жақсы өмір сүріп жатыр. Енді қараңыз. Алланың құзырында шыбынның қанаты құрылым, қадірі жоқ дегенде мынандай нәрсе бар. Мына жер шары күннен миллион есе кішкентай. Қазір ортадағы мына бір ona кілемнің точкасы сияқты. Жер күннің қасында. Ал күннен де миллион есе, күннен де миллиард есе планеталар бар екен аспанда. Енді қызықты қараңыз. Жер бетіндегі песоктың түйірінің бір уысында біз санай алмаймыз. Құмның түйірін бір уысында санай алмаймыз. Бәленбай жылымыз кететін шығар. Бірақ аспандағы планеталардың саны жер бетіндегі песоктың түйірінен көп дейді. Енді ақылыңа сыйдыр Құдай тағаланың құдіретін. Күн, жер іштеме емес, күннің өзі кейбір планеталардың қасында шаң тозаң сияқты көрінбей қалады дейді. Күннің өзі жерде миллион есе кішкентай. Мына бүкіл светті өшіріп, бір жарық фонарик жағатын болсам, ауадағы шаңдар көрінеді. Бірақ қазір көріп тұрған жоқпыз. Күн кейбір планеталардың қасында сондай болып қалды. Енді жерді ақылыңа сыйдыра аласың ба? Сонда шыбынның қанатынан да төмен болып кетті ғой жер. Түсіңіз ба? Шыбынның қанатынан да төмен болып кетті. Бірақ сол нәрсені Құдай тағала өзінің құдіретіменен басқа әлемді, басқа планетаны айтпай-ақ қой, не болып отқан. Осы жер әлемінің өзін Құдай тағала мүлтіксіз, өзінің назарынан секундсыз басқарып тұр. Уақыт деген нәрсе Құдай тағалаға жүрмейді. Қараңыз. Бұл не нәрсені көрсетеді? Құдай тағаланың құдіретті екендігін көрсетеді.